Бұрын біз мына өзбектер мен тәжіктер, қырғыздардың шет елдерде жұмыс істеу туралы әңгімені жиі еститін едік, иә. Екі қолға бір күрек таппаған өзбектер болсын, тәжіктер, мына Орта Азия халықтарының көбісі шет елде жұмыс істеп жататын туралы ақпарат күннен күнге естіп жататын едік. Енді қараңыздар, жақын аралықта дейді, мына HIS сарапшыларының ақпаратына қарағанда, өзбек пен тәжіктердің орнын енді қазақтар алмастыруы мүмкін. Яғни бүгінгі күндердің өзінде қазақтардың қаншамасы өз елінде жұмыс таппай шетелге жұмыс іздеп кетіп жатқаны бұл жасыратын жай емес. Тіпті белгілі спортшылардың өзі Қазақстанда жұмыс таппай, тапқан айлығы жетпей, Англияға барып клубника теріп, Европаның елдерінде, Кореяға барып ұрланып жұмыс істеп жүрген жайлар жиі кездеседі. Әрине, бұл әркімнің өз мәселесі дегенімізбен бұл нәрсе нені білдіреді? Сарапшылардың айтуына қарағанда, мына Орта Азия елдерінің арасында енді осы қатарға қазақтар қосылуы мүмкін. Өйткені мысалы 2023 жылғы ақпараттарға қарайтын болсақ, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің айтуына қарағанда, 2023 жыл шетелге жұмыс істеуге 191 мың адам кетсе, 2024 жыл бұл көрсеткіш шамамен 140 мыңға жеткен. Яғни бұлардың көпшілігі Ресейге, Түркияға, Біріккен Араб Әмірліктеріне, сонымен қатар Америка, Канада, Австралия, Жапония, Корея сияқты мемлекеттерге барған. Олардың бір бөлігі заңды кетті, заңсыз кетті деген сияқты. Өздеріңізге белгілі қаншама қазақстандықтар шетелде заңсыз жұмыс істеп еліне әзер дегенде оралғанда бұл жасыратын жай емес. Енді алдағы уақыттар дейді, мына Ресейде жұмыс істейтін өзбектер мен тәжіктердің орнын қазақтар басуы мүмкін деп отыр. Болжам бойынша шамамен 2030 жылға қарай мына халықаралық еңбек көші-қон нарығына қазақстандықтардың шамамен 500 мыңға дейін жетсе, қазақстандықтардың саны 2035 жылға таман бұл көрсеткіш тіпті 1 миллионға жету мүмкін дейді. Бұл нені білдіреді? Бұл біріншіден Қазақстанда жұмыс таппау, тапқан айлығы жетпеу, немесе шетелге өз еркімен кету, көшіп кету деген сияқты. Әрине мына Ермек Тұрсынов сияқты адамдардың Қазақстаннан кеткені ол елдегі үлкен дағдарысты айтып кетті ғой. Депутаттар пікір білдірді. Ал қалай ойлайсыздар сіздер? Бұл нені білдіреді? Мысалы біз айтамыз, Өзбекстан дамып жатыр дейміз. Өзбекстандағы мысалы мен өзім Ташкентте болдым. Ташкентте болғанда бұл қаланың қаншалықты дамып кеткенін өз көзіммен көрдім. Өзбектердің еңбекқорлығына таң қалдым. Бұны біз қалыпты үдеріс деп қабылдаймыз ба? Посткеңістік елдердегі, жалпы әлемдегі еңбек нарығының ауысуы, өйткені тек өзбектер емес, орыстар да келіп Қазақстанға жұмыс істейді, қазақтар да бар Үндістанда. Енді тіпті бір деректерде дейді, Африканың, Бангладеш сияқты елдердің өзінде, Африканың өзінде қазақтардың жұмыс істеп жатқаны туралы ақпараттар айтылды. Бұл нені білдіреді? Бұл біздің алға қарай дамып жатқанымызды білдіре ма? Әлде расында да Қазақстанда жұмыссыздықтың қаншалықты деңгейге жеткенін көрсете ма?